Сәлем достар, сіздермен Алима. Бүгін сіздерге етсіз жұмыртқамен жасайтын өте дәмді әрі тойымды қайнатпа тамақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің барлығын описание жазып кететін боламын. Ұнымызға жұмыртқамызды салып, тұзды суымызды шетінен құйып отырып, қамырымызды илеп аламыз. Илеп қойған қамырымызды пакетімізге салып қоямыз. 15 минут тыну үшін 15 минуттан кейін қайтадан алып бір рет басып қоямыз. Менің қамырым тынды, қамырымызды жайып аламыз. Қамырымызды орташа қалыңдықта жайып аламыз. Қатты жұқа қылып жібермеңіздер, ішіне сұйықты құямыз. Салмамыз сұйық болады, ағып кететін болады немесе жыртылып кететін болады. Қатты қалың қылып жібермеңіздер, пісуі өте ұзақ болып кетеді қамырларыңыздың. Қамырымызды қалай кесу керектігімізді видео барысында көрсететін боламын. Төртбұрышты қылып кесіп алған қамырымыздан қалташа жасаймыз. Қалташамызды бір жағына ашық болады, сұйықтық зат құятындай, қалған жағымызды жақсылап қолымыздың көмегімен қысып, сұйықтығымыз құйған кезде ағып кетпейтіндей қылып жақсылап қысып, барлығын тура видеода көрсетілгендей барлығын жасап аламыз бірінші. Ішіне жұмыртқамызды құйғаннан кейін бірден суға салып отырамыз. Ол себептен барлығын осылай түйіп дайындап алыңыздар. Ішіне жұмыртқа құйғаннан кейін қоюға болмайды, суға салмай. Біздің ішіне құйған жұмыртқамыз ағып кетуі мүмкін, қамырларыңыз езіліп кетуі мүмкін. Қамырымыз қаяз қалмау үшін осылай бетін пакетпен немесе осылай майлықпен жауып қойсаңыздар болады. Салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызға дәмін келтіріп тұзымызды саламыз, сүтімізді құямыз и ұнымызды саламыз. Қыздар описанияға осы видеоның астына керекті ингредиенттердің барлығын грамм-граммен өлшеп жазып қоямын. Соған қарап жасасаңыздар болады. Жұмыртқамызды бірден масса бойынша жақсылап араластырып аламыз. Бізге осына кішкентай чайник қажет болады. Кішкентай чайнигімізге сұйықтығымызды құямыз. Бағана дайындап қойған қамырларымызға осылай сұйық жұмыртқамызды құйып, жақсылап түйіп, қайнап тұрған тұзды суымызға бірден шетінен салып отырамыз қамырымызды. Суымызға 10-15 тал қамырымызды салып, жақсылап қайнатып, 5-6 минут қамырымыз піскенше, қамырымыз піскеннен кейін сүзіп аламыз. Сүзіп алып, бірден сары майымызды жағып отырамыз, қамырымыз бір-бірімізге жабысып қалмас үшін. Кішкентай баладан үлкен кісіге дейін ұнайтын тағамдардың бірі қайнатылып жасалынады, жұмыртқамен жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Видеоны дәл осы жеріне дейін көрсеңіздер, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Мені қолдап келе жатқандарыңыз үшін рахмет. Алда тағы да көптеген тағамдардың рецепттерімен, көптеген тәттілердің рецепттерімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.